табиғаттың көркемдігі мен сұлулығы сол өңірде туған жанға да беріледі екен. Біздің әжеміз Сарқыт Шамшақызы Ор өзенінің бойында орналасқан Бөгетсай деген мекенде 6 қазанда 1949 жылы дүниеге келген. 15 үйдің ортасында еркелеп өскен бір түйір қыз бала болған соң, қыз баланың өзігі жалғасы деп атын Сарқыт қойған. Әжем бала кезінде өте белсенді, биге де, әнге де қабілетті, жан-жақты оқушы болып өседі. Әлі күнге дейін жылдан вальсті өз мәнерінде әдемі билейді. Мектепті жақсы аяқтаған соң Талдық деген елді мекенге мұғалім болып барады. Мұғалімдік қызмет етіп жүріп, біздің Еламан атамызбен танысады. Атам 12 тамызда 1947 жылы Жаңақоныс деген шөбі шүйгін, суы бал, саф таза ауасы бар құтты мекенде дүниеге келген. Кейін Шетірғызға көшіп келген, құмда туып, қырда өскен жігіт болыпты. Табиғаты көркем Шетірғыз бен Бөгетсайдың сұлулығы қандай болса, атам мен әжем де сондай. Талғамдары биік, асқар таудай тік, жігіттің сымбаттысы бойжеткеннің сұлуы болды. Екеуі 1969 жылы отау құрып, ұзақ жыл сауда саласында қызмет етті. Атам автомобиль дүкенін жүргізіп, әжем сатушы болды. Ел халықтың батасына бөленді. 5 ұл мен қыз тәрбиеле өсірді. Мұхамбетқазы үлкен атамның және Сағидан үлкен әжемнің батасын алған азаматтар атанды. Тілеу әулетінің барша ағайындарына жанашыр аға жеңге бауыр бола білді. Өмірдің қызығы мен қиыншылығын бірге өткеріп, бірлікте өмір сүрді. Атам мен әжемнің достарға деген пейілі айрықша достықтарына риза болған Шетірғыз жұрты легендарный 12 пар деп сүйсінген. Жастары 70-ті алқымдаса да, әлі күнге дейін достық қарым-қатынастарын үзген емес. Ата-әжелеріміздің осындай ізгі достығы бізге үлгі. Үлкен папам Нұрлыбайды көп айымдағаннан атам күнде әкең келеді деп үміттеніп күтуші еді. Сол үмітпен 2007 жылы өмірден де өтті. Әттең, бүгін атамыз ортада болса, алтын тойларын тойлар едік. Бүгін міне әжем 70 жасқа толды. Балаларынан немере жиендерін көріп, шөберелерінің алақанынан су ішкен бақытты жан. Әжетайым, біз сізді жақсы көреміз. Әже менің ағажым, аппақ әжем, пакажым, басқаларда емесіз, сүйкімдісіз ағажым. Сіздің айқайыңыз айналайын секілді, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, арамызда жүре беріңіз. Біздің тойларымызда бата беріп, ақ жаулықты әжеміз деген құрметті иеленіңіз. Аман болсын басыңыз, ағармасын шасыңыз. Шөбере сүйіп әлі де 100-ге жетсін жасыңыз.